Адамдар оны осы жердің тұрғыны ма дейді ғой. Бұл жердің тұрғыны емес. Бұл Шымкенттің қыпшақ жігіті. Қазақ болғаннан кейін оның Қазақстан қай жерінде болса, ол соның жері ғой. Артында қалған үлкен күмбезді зәулім мешітімен, спорт залдарымен, медреселермен қалған, әлхамдулилля, бұл қазақтың әрбір ұлына нәсіп қылсын. Себебі бұл Қазақстанда сенің жерің ба деген жер жоқ. Қазақтың барлық жері біздің. Қазақстанның барлық жері үшін малымызды да, жанымызды да құрбан қылуымыз керек. Сонда ғана біз қазақ боламыз. Арымтай деген ағамыздың қараң маған бір емес екі рет мешіт сап берің деп айтты. Және ол кісі жоқ уақытта мен мінерге салдырсам, мешітке деп қараң екеуміз бірін көрмегенбіз. Міне тұрып қойды ғой сол кісі. Сол мешіттік имамның да көп қараң ниеті халс болғаннан кейін Алла тағала асқарда жігітті келтіріп қойды. Және қандай мүкәммәл қылып қойды, әлхамдулилля. Кейіміз мінелердің бәріне оқ көрпістер саламыз деп асқармен көп ниеттер қылып еді, иншалла. Сол асқардың қазақтың барлық жігіттеріне жұғысы болсын, жігіттер, амин. Асқар сияқты қазақтың жігіттері де көп болсын, амин. Ақырымызды қайырлы қыл, тәуелсіздігімізді мәңгі қыл, Раббіміз ерді кешір. Ақырымызды қайырлы қыл, Аллаху акбар. Ассаламу алейкум. Түстен кейін бір екі-үш кездесу бар екен. Ең үлкен кездесу осы кездесу медресенікі. Одан кейін шыға береді. Ана жерде біздің астымыз тұр. Қазақ асты тасып кеткен қазақ емес қой. Қазақ емес пе? Әне де жаңағы Саған 10 минут жерде неміз тұр. Жүзіңізді көріп, батаңызды алайын деп келгенмін. Әне де 5 минут. Татқан жерге 40 күн сәлем дейді. Пайғамбарлардың сұлтаны, пайғамбарлардың абзалы, пайғамбардан болса, одан кейінгі пайғамбардан сұрады ғой, адамның ең артық кім дегенде, пайғамбар айтты, адамның артығы деді, ол Юсуп пайғамбар деді. Әкесі пайғамбар, бабасы пайғамбар, деватасы пайғамбар, өз пайғамбар деді. Сол түрме, оның медресесі болған Юсуп пайғамбар қамаудан шығатын Мысырдың патшасы түс көрді ғой. Сонда түсін жорыңдар дегенде, баяғы Юсуп пайғамбармен түрмеде болған оның шарап қойшысы есінен шығып кетті ғой. Түрмеде бір жігіт бар. Сол түс жүре алады деді ғой. Алып келіңдер деді ғой. Алып келіңдер деген уақытында Юсуп пайғамбар айтты, шешімімді айтып берді, сен шыққын дегенде мен шықпаймын. Қолы кесілген 40 әйел менің алдыма кесіп, және патшаға қолы не үшін кесілгенін айтсын деді. Сонда Жүсіптің айыбы жоқ. Біз Зылиханың сөзіне еріп, бұған жаға шаптық деді. Айтады да, неге сонда Зылиханы шақырмады дейді да. Неге 40 әйел шақырды дейді да. Зылиханы шақырмағаны, ол Зылиханың үйінде тұздан татып ет дейді. Зылиханың ауқатын жеп ет дейді. Осындай дәм тасып кетем дейді. Кеп тұрады. Мына көрге өзімізге мініп, табиғи алдымызда. Тура жүрсін, шет тура жүрсін. Жаңа қызымше қыз сөздің төбесіне 50 ар жағына, 50 бияғына 100 осындай ұйқыламын деп 100 алып бердім. Ал енді мынаны қылдым да бұл үлкен енді. Бір семьяға лайықты. Төрт. Ішінде атеп несі бәрі болады ішінде. 3 велосипед әкеп қойған. Соған биыл боз бия батырмыз, әзір бір 45-нен қойдық. Бір 100 бия қалып өсерге, әлхамдülillah бір әр шыпаршай, әр медресеге табыс жүретін бір орын қыламыз деген бір үмітте батырмыз. Өскеменнен 80 таяп келдік. Бұлардың тауарлар ірі болады екен.
эффекттерін ақыланып сөйтіп жаңағы жігіттер мініп неғып жүреді, ал белгілерін сомалқаныз. Осы медресенің бір иншалла ешкімге кешегі Абсаттардың, Абдығапардың кетіп қалуы қатты бір сын болды өзімнің ауруым. Егер біз кетіп қалсақ та, бізден кейін де медресе өзін-өзі көтеру керек қой, еш жоқ көтеру керек қой деген неде осылардың ақылатқан сол. Біз кетіп қалсақ та, мынау ферма ол бітті, толығымен бітті. Ақыры жабдықтармен бітіп жатыр. Адамдар жұмыс істемейді, техникамен жұмыс істейді, шөп салады, не қылады. Енді соның жанына да осы жерге бір 30-40 мың өгіз бордақ байлайтын орын қылып, жылқы байлайтын орын қылып, осы жерде біздің 8 мың гектар жеріміз бар, 1,5 мың гектар бидайымыз бар. Осы жерде негізі жаңағы қырман, біздің қырманымыз 100 мыңдай пресіміз бар азыр. Бұл кешегі ауру өте үлкен маған сабақ болды. Енді үлкен бір ойда қалдым, е Раббым, енді медресе, үлкен медресе қабатыр. Абдығапардың жаны аман қалса еді. Бұл енді ертеңгі үмітіміз 100 мыңдаған қазақтың балалары оқитын армандарымыз еді. Не болады енді деп көп ойда қалды. Алла тағала ертеңді ешкім білмейді, бірақ бұл тіріміз бар. Бәріміз өлеміз да, бірақ артымыздан не қалады. Бұл дін өлмейді. Дін қияметке шейін мәңгі. Халық өлмейді, ел өлмейді, егемендік өлмейді, қашан өлмейді. Оның рухани иманы кәміл ұл-қыздар болғанда ғана ол егемендік мәңгі болады. Соның үшін біз малымызбен де, жанымызбен де қызмет қыламыз керек. Өз қаламыз. Жақсы болғандар. Бүгін сен неге маған жақып отырсыз ба? Мәжіліске баратыр. Соған бір жақсылап дұға өтсеңіз. Машалла. Раббана хаблана әтраженнен әтраженнен. Құртанымыз жанна келметтіғіне, Раббым ардақтың мерейін бейік қыл. Екілге мерейін бейік қыл, Раббым. Елдің алдында, халықтың алдында, өзінің алдында мерейін бейік қыл. Халықтың да сүйіксеңді, халықтың сүйікті ұлы, сенің сүйікті пенделермен болуын, Раббым, нәсіп бол. Пeygamber İslam sүйікті үмметтерінен болды нәсіп болдырып Раббым. Өз ойлаған артығырақ ұлық дәрежелер бар. Бұна қол жазылған жігіттердің бәрінің жүректеріндегі хайырлы қателерін қабыл.